Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге қамыры мүлдем езіліп, жарылып кетпейтін пельмен және вареникидің тестасын сіздерге ұсынғым келіп отыр. Мен өзім осы рецепт бойынша жасаймын. Сіздерге де осылай жасап көруді кеңес етемін. Қараңыздар, осындай әдемі теста шығады. Олай болса кеттік. Ыдысымызға бірінші ұн саламыз. Ровно 3 стакан ұн салатын боламын. Екінші стакан және үшінші стакан ұнымызды саламыз. Мінекей 3 стакан алдым. Енді осыны жақсылап електен өткіземіз. Енді ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, барлығын екеуін жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 1 стакан ыстық суымызды құямыз. 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде дайын болды. Енді ыдысымыздағы жаңағы 3 стакан ұнға кішкене ортасын ашып, осы жерге енді жаңағы смесімізді құятын боламыз. Осылайынан барлығын құюға болады. Сондай немен араластырдым. Жақсылап араластырамыз. Енді осылай қолмен жақсылап нан елейтін боламыз. Нанды осылайынан жақсылап елеп шығамыз. Мінекей болды. Енді ыдысымыздан алып, осылайынан жақсылап 5 минуттай июін қандырып, жақсылап нан желейміз. Мінекей бізде болды. Енді осыны жарты сағаттай бетін жауып қойып қоямыз. Міне бізде дайын болды. Менде осындай жұмсақ күшті теста шықты. Дәл осы рецептпен мен вареники, пельмен және де чебуреки жасаймын. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, кіріп, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаға басып кетулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет. Сау саламатты болыңыздар.